Саламатсыздарбы әріптестер, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Canva сервисінің мүмкіндіктері менен екінші бағдарламасымен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни презентация жасаймыз және оны сақтаймыз PDF форматында. Байқасаңыздар, кеше біз электронды шақыру билет және ашық хаттар, коллаж жасаған кезде көбінесе JPEG формат дегенді айттық, иә? Кеше жасаған жұмыстарымыздың барлығын біз JPEG форматында сақтадық, яғни ол сурет форматында. Енді шақыру билеттерін жасаған кезде біз көбінесе элемент қостық, иә, ол жерге анимация бердік, ол жерге тағы да бір суреттерді қостық сыртында. Оның барлығы қозғалысқа айналған кезде ол MP4 форматында сақталды. Кейбір жасаған жұмыстарымыз, кеше бір-екі жұмысымыз MP4 форматында болды. Яғни ол қозғалыс береді. Енді бүгінгі жасайтын жұмысымыз PDF форматында сақтаймыз. Қазір сол бойынша жұмыстарды көрсететін боламын. Одан кейін логотип, визитка және сый сертификаттарын қалай жасаймыз, оны қай жерден аламыз, сол жөнінде ақпарат беретін боламын. Олай болатын болса, қазір сіздерді мынандай бір жұмыспен таныстырғым келіп тұр. Мына жұмысқа қараңыздар. Мынау PDF форматында жасалған жұмыс. Осы жұмысты маған тапсырыс бойынша жасаған едім. Астана қаласында 90-шы гимназия мұғалімі, тарих пәні мұғалімі. Бұл кісі тарих пәні мұғалімі, оқушылармен жұмыс жасайды, қосымша курстар өткізеді, жаңа балаларды ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайды. Сол кісінің тапсырысы бойынша бұл гайд жасап беріңіз деген. Қазір гайд деген мынау прайс-лист дейді, ол өзінің қызметін ұсынады. Сол бойынша қандай бұл жерде нені оқытады, қандай тақырыптар қамтылады деген сияқты мінекей осындай жұмыстарды берген болатын. Парақшасына кіріп жұмыстармен танысып қарасаңыздар болады. Мінекей парақшасы тұр, жазылыңыздар. Осындай жұмысты мен Canva сервисінде жасаған болатынмын. Қазір қалай жасаймыз, мына форматты қайдан аламыз деген сияқты көрсетемін сіздерге. Олай болатын болса, Canva сервисіне кіреміз. Шаблоны деген жерге барасыздар да, шаблоны деген жерге барып, мына сертификаты дегенді басасыз. Осыны басқан кезде сізге әртүрлі форматта шығады. Енді мен бұл жұмысты жасаған болатынмын. Мінекей менде дайын тұр. Сертификаты деген жерді басқан кезде мен осындай книжный форматта алған болатынмын. Мына сертификаттың жерде түрлері өте көп. Осы жерден алып мен жасадым. Мінекей мына элементтердің барлығы қозғалады. Егер мынау қажет болмаса алып тастауыңызға болады. Қажет болса осылай тұрады. Мынау логотип деген мынаны айтады. Осы логотипті мен мына неде жасадым. Canva сервисінде. Оны көрсетемін қалай жасайтынын. Яғни мына жерде GM деп тұр ғой, мынау Гүлмира Молыбай деген өзінің аты жөнін көрсетіп тұратын осындай логотип. Түстердің үйлесуін барлығын мына жерден көрсетіп жасай аласыздар. Барлығын осы Canva'да жасадым. Сіздер де осылай жасай аласыздар. Енді қазір біз жаңадан бір жаңа форматта жасап көрейік. Басынан бастап қалай болатынын басқа жұмыс жасап көрсетейін. Главныйға барам. Шаблон деген басам. Сертификаты де басамын. Мінекей түрлі сертификаттар шығып жатыр. Енді осы жерде мен қазір бір мынандай жұмысты дайындап қойдым алдын ала осылай. Қазір денсаулыққа арналған пайдалы кеңестер деген осындай форматта жұмыс жасайтын болам. Яғни денсаулыққа қатысты болатын болса, онда мен бір нені алғым керек қой. Денсаулыққа қатысты. Көп парақтамай мынаны ала берейін. Мынаны ала берейінші. Мұны осыны таңдаймын деп алдым. Осыны ұнатып тұрмын. Мына жерде форматтар тұр, мынандай книжный тұр, альбомный тұр. Таңдайсыздар өздеріңіз. Енді мен осы изменить шаблонды басам. Енді осыны өзгеріске ұшыратып жасаймыз. Қазір мен былай жасаймын. Ол үшін мен қазір мынаны өзгертем тақырыбын. Мен мынау денсаулыққа қажет, пайдалы дегенді алып жерге қояйын. Бұны да өзгертеміз.
шрифт ұнамай жатса, оны алып өзгертуге болады. Мен көбісіне Лора дегенді аламын. Жирный қылып курсив былай қойсам өзі сондай бір осылай шығады. Қойдым. Сосын мынаның орталары анандай не ғой, интервал бір-біріне тығыз орналасып тұр, иә? Оны осы жерге барып, интервалға барып, былай ортасын ашуға болады. Қатты жабысып қалса, осылай ашасыздар регулер құрсап. Мінекей. Енді мынау бізге керек жоқ қой, артық. Алып тастаймыз. Мыналар қажет емес қой, мысалға алып тастауға болады. Мына қажет емес дүниені бәрін алып тастаймыз. Мінекей. Қажет болса қосып аласыз, ол да қиын емес. Төменге қарай былай түсіруге болады. Енді қараңыздар, мына доп бар ғой, осы жерге келмейтін сияқты сәйкес. Сондықтан мен доптың орнына бар ғой, қазір басқаша көрініп тұр. Мына доп қажет емес. Қазір бұл жерге басқа элемент қойып көрейінші. Мен жаңа здоровье элементті бастым, сосын здоровье, питание дегенді бастым былай. Сол кезде не шықты мынандайлар. Енді қазір менің әңгімем барлығы не туралы болайын деп тұр ғой. Денсаулыққа байланысты. Мынандай мағырларды қояйын бүйтіп. Мынандай қылып шетіне өйстіп әкеп көп болады. Мыналарды тоже ұнамаса алып тастаймыз. Енді басқаша болады. Мына жерде қараймыз, суреттер қалай үйлесе ма, үйлеспей ма. Мынаны көрейін. Мына суретті бастым, астынан мынадай шықты. Енді мен оны мына жаққа қарай шетіне қояйын. Мына қажет емес сияқты мына. Мынау сурет кішкене былай қояйын. Мынандай болып шықты. Енді келесі бетті басамыз, иә? Тура осы беттің астына керек болатын болса, копировать болса, тура осы бет шығады. Онда бізге добавить страницу басасыз. Мына жерге түсті. Енді осы жерге мен мына қатты ыстық тамақ ішпеңіз дейді. Осыны копировать етіп, мына жерге қоямын. Бұның сосын шрифтін алып өзгертем. 45 деп көрейін. Үлкен сияқты, иә? 40 деп көрейінші. Алып келіп осы жерге қоямын да, бұның түсін өзгертуге болады. Мысалы, қызыл қылып. Бұнда не дейді? Бұны текстап келіп, мына жерге қоямын астына. Бұның да шрифтіне келіп үлкейтемін. Осылай үлкейтіп алып келіп, былай қоямын. Бұл жерде кішкене мінекей былай ыңғайластырайық. Қатты ыстық тамақ ішпеңіз дейді. Онда мынаның астында бір суреттер ма бірдеңелер қойып жүруге болады екен. Мына жерден қарайсыз енді бұғанда. Мына сурет жараспайды бұған. Примерно мына әкеп бүйтіп қоя салайын. Осылай шетіне келіп әрлеуге болады. Енді келесі бетті қосамыз тағы да. Міне. Добавить страницу. И мына жерден аламыз. Одан кейін тағы да добавить страницу. Мына жерден кіреміз. Жаңға өмірді ұзартады дейді. Мынаны копировать етіп аламыз. Негізі жасайтын жұмысыңыздың барлығын осылай копировать етіп, дайындап, бір бортқа дайындап қойғаныңыз дұрыс. Мынау үлкен болады екен көрмейміз. Осылай жасап. Осылай жасайсыз. Тағы да бір элемент қосып жібереміз. Здоровье еда дейді жерде. Мына жерге қойдық. Енді тағы не бар? Мынау газ плиталарынан бас тартыңыз дейді. Осыны копировать мына соңғы парақ. Тағы да мінекей добавить страницу деген тұр. Соған басып, мына жерге қосамыз. Бұның размерін жаңа 25 деді ғой. Осылай қойып, мына жерін былай жасап кішкене. Мына жерін ортасын ашып, былай жасап жіберейік. Жүрек жиналып, былай қойсаңыз да болады. Енді осыған тақырыпқа сәйкес келетін суреттерді, элементтерді өзіңіз алып жасайсыз ғой. Мінекей осындай сурет шықты.
Енді тура осы жасалған жұмысты біз қалай не жасаймыз, сақтаймыз PDF форматында. Бәрі дайын тұр. Ол үшін мынау жоғарыда поделиться-ға барамыз. Осы жерден скачать дегенді басасыз. Мына жерде тұр ғой, тип файла деп тұр ғой, сол жердегі мына стрелканы төмен қарай басып жібересіз. Бұл жерге біз сақтаймыз стандартный PDF файл деген тұр ғой. Сосын PDF файл для печати деп тұр. Осыны басасыз. Содан кейін скачать деп. Сосын мына жерде қараңызшы, выберите страницы деп тұр ғой. Қарайсыз, сіздің жасаған жұмысыңыз 6 беттен тұрады. Міне. Кейде болады, 5-ші парақшасы керек жоқ, 4-ші керек жоқ дейтін болсаңыз, соларды галочканы алып тастайсыз. 6 парақшаны барлығын скачать ететін болсаңыз, осының барлығын осылай жасайсыз да, готово дейсіз. Сосын скачать деп басамыз. Скачивание кетіп баратыр. Скачать етілсін. Мына жаққа түсіп жатыр дүниеміз. Қазір мен ашып көрем, қандай жұмыс шықты. Мінекей жасаған жұмысымыз осындай PDF форматында шықты. Мінекей. Осындай жасаған дүниелеріңіздің барлығын PDF форматында жасап, сақтап қойсаңыз болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Пайдалы болсын ақпарат сіздерге. Рахмет.